Дүниеден озған жандарға, әруақтарға Құран бағыштау сан ғасырдан бері мұсылмандықтың бір белгісі ретінде саналып келеді. Бүгінгі еске алу шарасының мақсаты да осыдан 30 жыл бұрын фәни жалғаннан өте барған, бір әулеттің арқа тірер тірегі болған Шоқманов Серік Ырысбайұлының, жалпы осы әулеттен өмірден өткен жандардың рухын еске алу. Ауданымыз бен облыс көлеміне танымал Шоқмановтар әулеті жайлы әңгімені осы әулеттің биік үстіні болған, білімдарлығы мен абырой арттырған Шоқман ақсақалдан бастағанымыз жөн болар. Шоқман атамыз 1858-59 жылдары Маңғыстау облысы Бейнеу ауданына қарасты Самқұмында дүниеге келген. Кіші жүздің ішіндегі Адайдың түркмен Адай тайпасы Айтқұл бөлімінен тарайды. Бала кезінен бастап діни білімді Дасастау Қайнар жеріндегі мешітте нәубет хазіреттен дәріс алады. Ауыл мешітіндегі білімін одан әрі жетілдіргісі келген зерек бала Шоқман 13-14 жастарында керуенмен ілесіп Бұхара шаһарына аттанады. Мұнда келген соң Көкілташ медресесіне қабылданып, білімін шыңдайды. Оқуын тәмамдаған соң ұстазынан бата алып, қалпе атағын иеленеді. Қазақ қоғамында қалпе деп күнделікті күйбең тіршілікке араласпайтын, ел ішінде сый құрметке ие болған, шариғат заңдарын қатаң орындайтын діндар, тақуа адамды айтады. Қазақ халқында дін білгірі, ғалым ретінде әрі діни жырлар мен қиссалар шығарып, ақын шайыр ретінде танылған қалпелер көп болған. Мінекей Шоқман ақсақал өз заманында осындай қалпе атағына ие болған жан. Елге оралып, Самқұмында отырған руы Бәли Шопанберді Хазіретке қол береді. Дөңірек шыңнан мешіт салып, онда ауыл балаларын оқытады. Шоқман қалпенің Софа Аллаяр, Миғражнама, Сал-Сал, Ғибадатул Ислам, Хиссасул Әнбия кітаптары жиендерінің қолында сақтаулы. Кеңес үкіметі орнап, шолақ белсенділер елдегі сауатты, көзі ашық, көкірегі ояу азаматтарды қуғынға ұшыратқан кезеңдерде, Шоқман қалпеде ел басына күн туған алмағайып заманда ауған елмен бірге Ауғанстан жеріне өтіп кетеді. Мұнда келген соңда ағартушылық саласындағы жұмыстарын тастамайды. Мешіт ашып, балаларды оқытуды жалғастырады. Мына мешіт сол кездердегі Шоқман ақсақалдың мешіті. Шоқман ақсақалдан Жалғасбай Ырысбай есімді екі ұл тараған. Жалғасбайдан осы өңірге аты мәлім бұрынғы Восход кеңшарының қазіргі Қоссейіт ауылының құрылуына, экономикалық дамуына өзіндік үлесін қосқан Елемес ақсақал тараса, Ырысбайдан Серік, Мырзалы, Ырзахмет есімді ұлдар өрбіген. Аласапыран уақытта Бейнеудің төңірек шыңынан ел асқан Шоқман ақсақалдың ұрпақтары 1950 жылдары әуелі Тәжікстанға, онан кейін атамекендері Қазақстанға қарай қозғалады. Шоқман ақсақалдың 4 немересінен Елемес пен Серік ағамыз арамыздан ертерек озды. Мырзалы ағамыз Қоссейіт ауылында, Ырзахмет ағамыз Алматы қаласында ұл қыздарының ортасында бақытты ғұмыр кешіп отыр. Бүгінгі күні рухына Құрандыға бағышталып отырған Серік ағамыз Тәжікстанның Қорғантөбе аймағында 1950 жылы дүниеге келген. Балалық шағы да сонда өткен. Мектеп, онан кейінгі арнаулы орта білімді сол жақтан алып, 1960 жылдардың аяғында Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Келінтөбе елді мекеніне ата-анасы бауырларымен бірге көшіп келеді. Шоқман ақсақалда үлкен қалпенің немересі Серік ағамыз еңбек жолын Келінтөбедегі орта мектепте мұғалім болып бастайды. 1970 жылы Құдай қосқан қосағы Сұлупан жеңгеймен отау құрып, шаңырақ көтереді. Жұптары жарасқан ағамыз бен жеңгеміз Әлима, Ғалия, оңдасын Елдос, Бақтыгүл Жадыра атты 6 қыз тәрбиелеп өсірді. Серік ағамыз отбасымен бірге 1980 жылы Шардара өңіріне, оның ішінде Восход кеңшарына қоныс аударды. Мұнда келген соң су шаруашылығы саласында аянбай еңбек етті. Кеңшардың экономикалық дамуына сүбелі үлесін қосып, социалистік жарыс жеңімпазы атанды. Серік ағамыз қызмет еткен бөлімше социалистік жарыстағы ауыспалы қызыл туды бірнеше рет жеңіп алды.
Бұл жетістіктердің барлығына әрине Серік ағамыздың қосқан үлесі зор болды. Істің көзін таба білетін, ұйымдастырушылық қабілетімен, адал еңбегімен өз ортасына сыйлы болған Серік ағамыз небәрі 46 жасында 1996 жылы мәңгілік сапарға аттанып кете барды. Сұлупан жеңгей Кеңшарға келген соң осындағы тауарлы сүт фермасына сауыншы болып қабылданды. Жеңгеміз Кеңшар таратылғанша осы фермада еселі еңбек етті. Серік ағамыздың отын өшірмей, түтінін түзу шығарып отырған жұбайы Сұлупан жеңгей мен балалары 2003 жылға дейін Қоссейіт ауылында тұрып, 2003 жылы Маңғыстау облысына қоныс аударды. Ат тұяғын тай басар, орнында бар оңалар демекші, бүгіндері Серік ағамыздан тараған ұрпақтар да өніп өсіп, ұл қыз немерелер сүйіп отыр. Перзенттерінің үлкені Алима, жанжары Адина екеуі ауылда тұрады. 6 перзент тәрбиелеп отыр. Екінші қыздары Ғалия Жаңаөзен қаласындағы мектепте жоғары санатты педагог. Бір қызы 3 немересі бар. Ұлдың үлкені Оңдасын Өзен мұнай-газ мекемесінде жұмыс істейді. Жұпар есімді жұбайы екеуі 4 ұл 2 қыздан 3 немере сүйіп отыр. Ұлдың екіншісі Елдос Ақтау қаласындағы Интергаз орталық Азия мекемесінде. Жұбайы Жанат сондағы балабақшада жоғарғы санатты тәрбиеші. 2 ұл 1 қыз тәрбиелеуде. Үшінші қыздары Бақтыгүл Жаңаөзенде мемлекеттік қызметкер. Жұбайы Жақсыбек бұрғышы мұнайшы. Екеуі 3 қыз 1 ұл өсіріп отыр. Перзенттерінің кенжесі Жадыра Ақтау қаласында мемлекеттік қызметте. Жұбайы Еркін Қаражанбас мұнай кен орнында цех бастығы. Екеуі 5 ұл 2 қыз тәрбиелеп отыр. Жалпы Шоқман ақсақалдың ұрпақтары әруақ сыйлайтын, өмірден өткен жандардың рухы шат болуы үшін Құран дұға тілектерін ауыздарынан тастаған емес. 2017 жылы Шоқман атаның немере шөбере шөпшектері бейнеудегі аталарының басын қарайтып, белгітас орнатып, әруақ алдындағы бір міндеттерін өтегендей болды. Қазіргі таңда көзі тірі ұрпақтары бейнеуге жолдары түскен сайын аталарының басына барып Құран дұға тілеуді дәстүрге айналдырған. Жоғарыда айтып кеткеніміздей, жарына адалдық танытып, ұл қыздарына тәлімді тәрбие, білікті білім берген Шоқманов Серік Ырысбайұлы осыдан 30 жыл бұрын мәңгілік сапарға аттанып кете барды. Алланың әміріне амал бар ма? Ағамыздың артында қалған ұрпақтарына Алла ұзақ ғұмыр берсін. Сөзіміздің соңында осы әулеттен бақилыққа аттанған жандардың жатқан жерлері жайлы, топырақтары торқа болсын дегіміз келеді. Пейіште нұрлары шалқып, артындағы ұрпақтарына осында дұға етуші барша жамағатқа Алла ұзақ өмір берсін деп тілейміз.